жолдау Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, Маңғыстау облысы әкімі Нұрдәулет Қилыбаевқа, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Асхат Қасеновке, Жаңаөзен қаласы әкімі Жансейіт Қайнарбаевқа, KMG Кейтеринг бас директоры Айтөреұлы Тарасқа, бас директордың бірінші орынбасары Қаражанов Ринатқа, біз KMG Кейтеринг Аустафик жұмысшылары 03.04.2026 жылы KMG Кейтеринг басшылығына ұжымдық арыз жазып, штат санын көбейтуді және де тұрақты штатқа өз мамандығымыз бойынша орналастыруды сұрадық. Алайда басшылық берген жауабы бізді қанағаттандырмады. Біз Аустафик жұмысшылары кемінде 2 жылдан 7 жылға дейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Жұмыс барысы тікелей KMG Кейтеринг басшылығына бағынып штаттағы жұмысшылармен бірдей жұмыс кестесімен бірдей жұмыс істеп келе жатырмыз. Бірақ та олар бізден бірнеше есе көп жылдық оклад алады және де әлеуметтік жағдайлары әлде қайда жақсырақ қарастырылған. Біз бұндай теңсіздікті азаматтардың құқығын таптау деп білеміз. Осыған орай біздің талабымыз: бірінші талап 2026 жылдың соңына дейін кемінде 30 жұмысшыны штатқа қабылдауды қамтамасыз ету. Екінші талап 2027 жылдан бастап штатқа қабылдау процесін 2 кезеңге бөліп, әр кезеңде тұрақты түрде кемінде 15 адамнан штатқа қабылдау жүйесін енгізу. Үшінші талап штатқа қабылдау барысында әр жұмысшы өз мамандығына сәйкес қызметке қабылдауын қамтамасыз ету. Тез арада осы мәселені шешіп беріп, талаптарымызды орындап беруді сұраймыз. Талап етеміз бе? Талап етеміз!